Сәлем достар, сіздермен бірге сенің әлемің менің YouTube каналыма қош келіпсіздер. Бүгін Lightroom-мен фото монтаждауды үйренетін боламыз. Яғни мынамен. Бұл өте оңай және тез фотоңызды әдемі қылып шығуға мүмкіндік сыйлайтын приложение. Ендеше көп созбай іске көшейік. Фук етіп осылай переход жасап қоясың қалдық жерде. Так достар, осылай Lightroom-ды тартып аламыз. Мен баяғыдан қолданып жүргеннен кейін ішінің барлығы дайын тұр. Яғни мінекей бірінші устройство деген сіздердің галереядағы суреттеріңіз және де осылай сақталатын жері бар. Ары қарай бұл жақ енді өте қиында, ол жақты кейін түсіндіретін боламын. Достар, бұл Lightroom-ның ең керемет жерін сіздерге бірден айтуды шештім. Яғни бұрын сіздер қолданған бояуларды, пресеттерді басқа жерге қайттан қолдана аласыздар. Үш точканы басып, копировать етіп аласыздар. Мінекей, және де осы копировать еткен пресеттеріңізді, яғни бояуларыңызды галереяға барып керек, мысалға мынау фотом сәл әдемі екен, осы жерге выставить етіп мінекей қойсаңыздар, міне фотоларыңыз әп-әдемі бояумен дайын шығады. Көрдіңіздер ме? Досы и послесі. Мінекей достар, екі-ақ нәрсені басу арқылы фотоңыз әп-әдемі боялып, әп-әдемі болып шықты. И качествосы да жақсы болады. И осылай осы Lightroom-ның өзінің памятына барып сақталады. Оны кейін де көре берсеңіз болады. Ол жойылып кетпейді, сол жерде тұрады. Одан кейін жоқ, маған ол нәрсе ұнамайды, басқасын көрейінші десеңіздер, осы нәрсені басып, мінекей ішінен осылай настройкасын фотоларыңыздың бәрін дұрыстап шықсаңыз болады. Мінекей достар, уақытыңызды әшейін бөліп, өзіңізге керекті қылып, осылай барлық настройкасын дұрыстап шықсаңыз, өзіңізге әдемі қылып, осылай дайындап қойсаңыз, оны кейін де қолдана берсеңіз болады. Досы и послесі. Және одан ары қарай ол қайтадан Lightroom-ның памятіне сақталады. Бұны үш точка арқылы қайтадан копировать етесіздер дағыны өздеріңіздің тағы да басқа да фотоларыңызға тура осылай выставить етіп қолдана аласыздар. Көрдіңіздер ме? Мынау досы и послесі. Мінекей, қандай тез, өте оңай нәрсе, үйреніп алсаңыздар. Достар, егер оны да істегілеріңіз келмесе, Телеграмға жай ғана preset Lightroom деп жазсаңыздар, міне сіздерге бояудың небір аталары шығады. Пресет дегенім жалпы фотоның бояуы. Бояу болса, фотоңыз әдемі болып шығады, дұрыс па? Мінекей небір пресеттер, яғни бояулар сіздерге дайын тұрады. Астындағысын өзіңізге скачат етіп алсаңыз, ұнаған пресетіңіздің, мінекей осы ұнайтын болса, астын бассаңыз, дәл осылай шығады. Және мына кнопка арқылы үш точканы басып, Lightroom дегенді тауып аласыздар и Lightroom-ға қарай лақтырасыздар. Міне дайын. И үш точканы тағы да басып, копировать етіп, мінекей бұл пресетті де өзіңіздің кез келген фотоңызға олай выставить етіп пайдалана аласыз. Міне досы, послесі. Досы и послесі. Достар, мына нәрсені үйреніп алсаңыздар, керемет. Так достар, басында назер түсіндірем демең, түсіндірмей кеттім ғой, демеңіздер. Бұл жерде де бояулар, яғни пресеттер. Мына пресет сізге мысал ұнайтын болса, осы пресетті қалай жасау керек екенін бұл жерде сізге түсіндіреді. Мінекей астын бассаңыздар, қайсысын қаншаға қоясыздар, міне сол пресет дайын болады. Достар, мына Lightroom-ды үйреніп алмасаңыздар, білмеймін енді. Сіздің фотоларыңыздың әдемі шығуы өз фантазияңызға байланысты. Достар, видеомыз өз мәресіне жетті. Өзінің фотосын монтаждай алмай жүрген досыңа жіберіп қой, ол да білсін. Сіздермен бірге болған сенің әлемің осы YouTube каналға тіркеліп қойыңыздар. Әлі талай жақсы видеолар шығады. Және де видеоның астында қажет, керек нәрселерді тағы да жазыңыздар. Сол туралы видеоларды шығаратын боламын.